Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің кезекті сабағымыздың тақырыбы Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. Бүгінгі сабақтағы оқу мақсаты Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыстың себеп-салдарымен және қозғалыстың барысымен танысамыз. 19 ғасырдың 30-40 жылдарын қамтыған ең ірі халықтық сипаты бар көтеріліс басшысы Кенесары Қасымұлы Абылай ханның немересі, Қасым төренің баласы Сұлтан Кенесары. Кенесары Қасымұлы 1802 жылы Бурабай тауларына жақын Көкшетауда дүниеге келген болатын. Кенесарының басты мақсаты Ресей империясының қазақ даласына тереңдеп енуін тоқтату, қазақ жерінде салынған орыс қамалдарын жою және жаңадан салынып жатқан бекіністердің құрылысын тоқтатып тастау. Сондай-ақ атасы Абылай ханның кезіндегі қазақ хандығының мемлекеттігін қалпына келтіру еді. Кенесары Қасымұлы 1841-1847 жылдар аралығында ол қазақ хандығының соңғы ханы ретінде ұлы даладағы мемлекетті биледі. Бүгінгі сабағымызды толықтыру мақсатында енді видеоға назар аударамыз. Кенесары Қасымұлы кім? Ауыз әдебиеті нұсқаларына қарағанда Кенесары тым кішкентай болып туылыпты. Оған ат қойған адам титтей нәрестені алақанына салып тұрып, өзі құрттай ғана екен, ендеше аты Кенесары болсын депті деген аңыз бар. Кенесары бала кезінен әкесі Қасымның патша үкіметіне қарсы күресінің куәгері ғана емес, сол күреске қатысушы да болған. Текті отбасыда дүние есігін ашқан Кенесарыны көрген адамдар оны атасы Абылайға ұқсататын еді. Әкесі Қасым да осы баласынан көп үміт күтсе керек. Кенесарының өзі де бала кезінде маңайындағы құрдастарына мен ешқашан өзімнің батырлығымнан танбаймын және керемет ерлік көрсетіп барып өлем деп айтқан екен. Көтерілістің мақсаты не? Кенесары бастаған азаттық күрестің мақсаты Абылай хан тұсындағы қазақ хандығының территориялық тұтастығын қалпына келтіру. Ресейдің құрамына кірмеген қазақ жерлерінің тәуелсіздігін сақтап қалу болды. Кенесары тәуелсіздік жолындағы күреске ерте араласқан. 20 жасында жас күрескердің ат үстіндегі өмірі басталады. Ағасы мен әкесі өмірден өткеннен кейін ол күрес тізгінін толығымен өз қолына алады. Дегенмен Кенесары сұлтан ашық күреске шықпас бұрын патша өкіметінің қазақ жерінде бекіністерді салуларын тоқтатуын, салынған бекіністерін жоюды, орыс әскерлерінің қазақ жеріне кіруін тоқтатып, қазаққа тиесілі жерді кері қайтаруын бейбіт түрде талап етті. Отаршыларға қарсы соғысты бастамас бұрын Кенесары бірнеше рет дипломатиялық қадамдар жасап, бірінші Николай патшаға, Орынбор генерал-губернаторлары Перовскийге, Обручевке, Сібір генерал-губернаторы Горчаковқа хат жолдады. Кенесарының дипломатиясы жайында не білесіңдер? Кенесары Қасымұлы Ресей патшасына жолдаған алғашқы хаттарының бірінде, тіпті императорды атасы Абылай хан заманында екі ел арасында орын алған бейбіт қатынасқа және шекара есебінде қабылданған межеге қайта оралуға шақырды. 1837 жылғы желтоқсанда бірінші Николай патшаның өзіне осындай мазмұнда хат жазған. Сіздің арғы бабаларыңыз, ал бізде менің атам Абылай патшалық құрған уақытта халық бейбіт және тыныш жағдайда өмір сүрді. Оны ешкім бұзған емес. Бұрынғы жасалған бейбіт келісімді бұзып, сіздің төменгі қарауыңыздағы басшыларыңыз бүкіл қазақ халқы Ресей бодандығына қарады деп жалған көрсетті. Соның салдарынан менің Абылай атама қарасты жерлерде 8 дуан орнады. Біздің халқымызды сол бұрынғы күйінде қалдырып, даламызда орналасқан 8 округтік дуандар мен өзге де мекемелеріңізді жоюыңызды сұраймын деп жазған. Бірақ өтініш орындалмады. Кенесары ханды қолбасшы ретінде қалай сипаттай аласыңдар? Кенесары өзі бас болып барлық шайқастарға қатысты. Иығына полковниктің эполеттерін тағып, қасына ерген ту ұстаушылары бар, ол әрдайым әскерінің алдында жүрді.
Сондықтан да жауларының өздері оның көзсіз батырлығын мойындаған. Кенесарыны көтерілісшілердің өздері де хандардың арасынан шыққан ең қаһарманы әрі ақылдысы деп білген. Кенесары бастаған күрес шын мәнінде ұлт азаттық күреске айналды. Көтерілісшілердің өз әнұраны болғаны да белгілі. Қорытынды. Көтеріліс қазақ тарихындағы 10 жылға созылған ұлттың азаттығы үшін болған күрес болып қалды. Көтерілістің талаптары ішінара орындалып, қазақтар еркін көшіп қона бастады. Қазақ халқының ұлттық сана сезімі оянды. Қаһарлы патша өкіметіне де қарсы тұрып, өз теңдіктерін талап етуге құқылы екеніне көздері жетті. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші сұрағымыз: Кенесары бастаған күрестің негізгі мақсаты. Енді жауабымызды салыстырып көреміз. Кенесары бастаған күрестің негізгі мақсаты территориялық тұтастықты қалпына келтіру. Келесі сұрағымыз: Кенесары сұлтан ашық күреске шықпас бұрын патша үкіметінің қазақ жерінде не салуын тоқтатуды бейбіт түрде талап етті. Жауабымызды тексереміз, яғни жауабы бекініс. Келесі сұрақ: Кенесарының қол астына жиналған сарбаздар саны қанша болды? Үшінші сұрағымыздың жауабы 20 000. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе 1837-1847 жылдар аралығын қамтыған ұлт азаттық қозғалысы 300-ді қамтыған тұңғыш ірі көтеріліс болатын. Қазақ елінің ішкі қайшылықтарының Ресей саясатымен байланыстылығын көрсетті. Кенесары Қасымұлы Абылай ханның ісін жалғастырушы тұлға ретінде тарихтағы алар орны ерекше. Құрметті оқушылар, бүгінгі Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық қозғалыс тақырыбындағы сабағымыз осымен аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет.